Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен бүгін үй жағдайында KFC пісіргім келді. Күйеуімге айтып қоймаған KFC жасайықшы деп. Сонымен сәті бүгінге келіп тұр екен. Өзі хабарласып айтты, Жанат, бүгін KFC жасайық, мен қазір тауық етін апарамын деп. Жарайды онда деп үйде күтіп отыр едім, алып келді. Сосын тез жуып, орап, артық өзім бірінші рет жасап тұрмын ғой. Артық аяқтарын алып тастадым. Былай екіге бөліп алдым. Крыльямен ножкені араластырып алыпты базардан. Сонымен турап тастадым да, оған жұмыртқа қосу керек екен. Сосын керекті паприка, тұз, қызыл бұрыш, сухой чеснок керек екен, және соус керек екен. Соның барлығын араластырып, су қойып, үстінен сосын оны жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қою керек екен. Осылай араластырдым да, барып бетін жауып, тоңазытқышқа кемі жарты сағатқа қойып қойдым. Сонымен ол аз болып қалар деп қасына қосымша фри жасадым. Қабығын ашып, турап қойғам дайындап. Енді турайын деп жатырмын, турап қойғам деп қойғам ғой. Озвучканы өлтірем, Сонымен осылай турадым, тез турап. Осындай слишком пысық болсаң, тез турайтын автомат болсаң. Осылай жетіп тез турадым. Өзім бірінші рет жасап жатырмын ғой бұл KFC-ді. Фриді енді примерно білем. Оны жұрттың бәрі біледі ғой, енді сіздер біліп отқан шығарсыздар фриді қалай жасалу керек екен. Оны былай ашығанымды, тұз салғанымды көрсетпей қояйын дедім енді. Осылай пісіргенімді көрсетпей қояйын деп, осылай тез қойдым да, тұзын салып, су құйып, оны да кішкене 5 минутқа, 10 минутқа қоя салдым. Асығыс болдым. 5 минутқа тұз суға салып қойдым да, одан кейін тұз судан шығарып, полотенцаның үстіне жауып қойдым. Содан кейін дайын болған маринадымызды, ұнға да жаңа қосылған специяларымызды қосып араластырып, былай малып батырып алдым. Сосын қайтадан батырып, оны қайтадан ұнға батыру керек. Біз оны екінші қайтара жасалғанын сіздерге түсірмедім. Бірінші суға салып, ұнға батырып алдым. Шетке қойдым да, барлығын тез батырдым. Қолым барлығы ұн болып жатыр ғой. Ұнға толып баратыр қолым, саусақтарым. Тез осылай алдым, көп екен. Былай жасадым. Ұным да таусылып баратыр. Ұным барлығы жан-жағын шашырап баратыр ғой. Ой, жарайды дедім, уақыт болмай баратыр. Кешкі уақыт, тамақ ішетін уақытқа жақындап баратыр. Тез осылай жасап жатырмын. Сонымен мінекей пісіргенімді сіздерге салмадым. Валя, дайын.